Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар. Осы жөнінде сендерге мен бүгінгі жаңа сабақты түсіндіре кетемін. Жоспар балалар, бірінші экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың сендерге түсіндіре кетемін. Екінші, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түрлерімен таныстыра кетемін. Үшінші, экономикалық контрабанда туралы сендерге мәлімет бере кетемін. Енді балалар, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігі түсіндіре кетейін. Бұл экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың материалдық және басқа да құндылықтарды халыққа көрсетілетін қызметті бөлуге, айырбастауға және тұтынуға байланысты туындайтын қоғамдық қатынастарға зардабын тигізетін қылмыстық заңда көзделген қоғамдық қауіпті іс-әрекетті айтады екен. Балалар, осы іс-әрекеттер жатады екен. Келесі, экономикалық қызмет саласының қылмыстардан тарауына жататын бір қатар қылмыстардың міндетті түріндегі нысанына байланысты қылмыстық заттар болып табылатын қылмыстарды бар екен. Мысалға үшін айта кетсек, зат түріндегі бірінші тауарлық белгі. Бұл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 199 бабында көзделген екен. Екінші, коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтер. Бұл қылмыстық кодекстің 200 бабында көрсетілген. Осы бапты қарап толықтырып қарасаңдар болады. Келесі, бағалы қағаздар. Қылмыстық кодекстің 202-205 баптарында көзделген. Жалған ақша. Қылмыстық кодекстің 206 бабында көзделген. Төлем карточкалары мен өзге де төлемдер және есеп айырбастау құжаттары бұл қылмыстық кодекстің 207 бабында көзделген. Және де акциздік алым маркілері. Бұл қылмыстық кодекстің 208 баптарында көзделген екен. Балалар, заттай қылмыстардың түріне осы мен айтып өткен қылмыстар жатады екен. Бұл қылмыстарды қылмыстық кодекстің баптарын мен айтып өткен, қазір осы жерде көзделген баптарды ашып толықтырып қарап мағлұматтар алсаңыздар болады екен. Келесі, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың түрлері. Енді мен сендерге балалар қылмыстардың түрлерін атап өтейін. Бірінші қылмыстардың түрі ақшалай несие саласындағы қылмыстар. Келесі, несиелік берешекті өтеуден әдейі жалтару. Келесі, бағалы қағаздарды шығару тәртібін бұзу. Келесі, жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау немесе сату. Яғни бұл жалған қағаздармен бағалы ақша жасау екен. Келесі, бағалы қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін бұзу екен, балалар. Осы мен айтып өткен 5 түрі қылмыстардың экономикалық қызмет саласында қылмыстардың түрлеріне жатады екен. Енді осыларға жеке-жеке тоқтала кетейік. Енді осы біз айтып өткен 6-5 қылмыстың түрін айттық. Енді осыған жеке-жеке тоқтала кетейік. Балалар, жаңа біз айтып өттік, бірінші ақша деп. Ақша несие саласындағы
қылмыстар дегеніміз несиені заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану. Бұл біздің Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104 бабында көзделген екен. Және де несие дегеніміз, несие дегеніміз ақша қаражатты немесе тауар түрінде белгіленген қарыз, оны қарыз алушы несие берушіге қайтаруға тиіс екен. Бұл қайтарылмаған жағдайда жаңағы біз айтып өткен қылмыстың, бұл да бір қылмыстың түріне жатады екен, балалар. Келесі бағалы қағаздар. Бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің қызметін жүзеге асыру тәртібімен белгіленеді екен, балалар. Келесі жалған ақша немесе қағаздарды жасау немесе сату әрекеті үшін жауаптылық. Бұл біздің Қазақстан Республикасының ұлттық банкі туралы заңның 38-ші, 40-шы, 42-ші баптарында көзделген екен, балалар. Мен айтып өткен осы бағана айтып өткен 5 қылмыстың жаңағы экономика қылмысының саласындағы қылмыстардың түрін айтып өттім, осыларды ашып айтып өттім. Осыларды Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің баптарынан толықтырып қарап, анықтап білсеңдер болады. Келесі үшінші мәселеміз экономикалық контрабанда. Балалар, контрабанда деген сендерге кішкене толықтырып айта өтейін. Естісеңдер де білетін шығарсыңдар. Контрабанда жасаудың бірнеше тәсілі бар, балалар. Контрабандада заттардың кеден бекеттерінен өтетінін білесіңдер. Кеден пункттерінің өткізу пункттерінен, және де біздің Қазақстан Республикасының заңдарында арнайы көзделген кеден бекеттерінің орындары белгіленген, сол кеден бекеттері арқылы сол орындардан өту керек тауарлар. Бірақ контрабанда арқылы ол орындардан өтпей басқа жолдармен қылмыс жасау кезінде айналып өтеді. Және де сол контрабанда кеден бекеттерінен өту өзінің арнайы уақыты болады. Сол уақыттан тыс кезде басқа жақтармен айналып өтіп кету. Осыны экономикалық қылмысты контрабандалық түріне енгізеді екен. Яғни бұл кедендік орындардан, арнайы белгіленген орындардан өтпей, басқа жолмен айналып өту, және де сол уақытынан өтпей, басқа уақытта өтіп кету екен. Балалар, тағы да тоқтала кетейік. Сол кедендік контрабанданы алып өтудің бірнеше тәсілдеріне тоқтала өтейік. Мынау тәсілдер арқылы алып өтеді екен. Бірінші, кедендік бақылауды айналып өту. Мен бағана жоғарыда айтып өткендей, кедендік бақылаудан жасырыну. Үшінші, кедендік ұқсастыру құжаттары мен құралдарын алдап пайдалану. Төртінші, декларация жасау. Бесінші, кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу салынған заттар мен құндылықтарды жасауды декларацияламау. Яғни бұл дегеніміз, бұны арнайы бұл заттарды арнайы декларация жасамай заңсыз алып өту деген сөз. Балалар, осы мен айтып өткен 5 тәсілмен кедендік бақылаудан заңсыз алып өтеді екен, өту мүмкін екен. Және де балалар, мен сендерге айта өтейін, жаңа мен айтып өткен жоғарыдағы айналып өту, жаңағы басқа жалған құжаттармен өту деп айттық қой. Одан бөлек тағы да бір екінші тәсіл бар екен. Кедендік бақылаудан
жалған өтудің тағы да бір түрі бар екен. Оларды айтып өтейін сендерге. Тағы бір тәсілін айта өтейін. Тауарларды немесе өзге де құндылықтар мен заттарды жасыру арқылы, оларды құпия жерге тығу арқылы, яғни тығып өту, немесе басқа бір әдіс тәсілдерді қолдана отырып, затқа басқа да зат түрінде контрабанда арқылы өтіп атқан, алып баратқан затты басқа зат түрінде көрсетіп алып өту. Мысалға үшін айта кетсек, контрабандалық жолмен алып өтіп атқан затты киімге тығу, аяқ киімге тығу, я болмаса бас киімге тығу, қобдиша түрінде алып өту, таяқ түрінде алып өту, таяқ сияқты тығып, шатырдың сабына тығып алып өту, немесе тағам ішіне де тығып алып өтетін жайттар да орын алады екен. Балалар, көрдіңдер ма? Контрабандалық жолмен өтудің бірнеше тәсілдері бар екен, бірнеше тәсілдер бар екен. Осы тәсілдерді мен сендерге таныстыра өттім. Және де өздерің қылмыстық кодекстен баптарды қарайсыңдар. Мен сендерге онлайн сабақтарыңа лекцияны, заңдарды қоса тіктім. Соны қарап мағлұмат аласыңдар. Сонымен қатар лекцияда көрсетілген сұрақтарға жауап беріңдер. Осымен сабақ аяқталды.